Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл бірінші сынып математика сабағы. Бүгін бізде 66-шы сабақ. Қосу және азайту. Қосу және азайту амалдары компоненттерінің арасындағы байланысты табасың. Нөмірі бірінші есеп. Суретке қара, әрбір сан нені білдіретінін түсіндір. Бірінші пойызда 30 вагон, екінші пойызда 20 вагон, ал екі пойызда балалар 50 вагон екен. Себебі 30-ға 20-ны қосамыз, 50 болады. Енді есепке назар аударайық, балалар. 30 қосу 20 тең 50. Қосылғыштардың орны ауысады. 20 қосу 30 тең 50-ге. Келесі 50-ден 20-ны азайтамыз, 30-ға тең. 50-ден 30-ды азайтамыз, 20-ға тең екен. Есіңде сақта. 30 қосу 20 тең 50-ге. Қосуды тексеру үшін қосындының мәнінен қосылғыштардың біреуін азайту қажет. Сонда екінші қосылғыш шығады. Мысалы, балалар 50-ден 20-ны азайтатын болсақ, 30-ға тең. 50-ден 30-ды азайтатын болсақ, 20-ға тең. Есіңде сақта. 50 азайту 20 тең 30-ға. Азайтуды тексеру үшін бірінші тәсіл айырманың мәніне азайтқышты қоссаң, азайғыш шығады. 30 қосу 20 тең 50-ге. Екінші тәсіл, азайғыштан айырманың мәнін кемітсең, азайтқыш шығады. Мысалы, 50 азайту 30 тең 20. Нөмірі екінші есеп. Қосынды мен айырма құрастыр. Олардың мәнін тап. Қалай тексеруге болатынын түсіндір. Қосылғыш 30, қосылғыш 20, қосындының мәні 50. Келесі қосылғыш 10, қосылғыш 50, қосындының мәні 60. Қосылғыш 40, қосылғыш 20, қосындының мәні 60. Азайғыш 100, азайтқыш 80, айырманың мәні 20. Азайғыш 70, азайтқыш 10, айырманың мәні 60. Азайғыш 80, азайтқыш 10, айырманың мәні 70. Нөмірі үшінші есеп. Бос орындарға тиісті сандарды ата. Мұнда балалар 40-қа қандай санды қосқанда 100 болады. Яғни 40-қа 60-ты қосқанда 60 қосу 40 тең 100-ге. Келесі 50-ге қандай санды қосқанда 80 болады. Ол 30. 30 қосу 50 тең 80. 90-нан қандай санды азайтқанда бізде 10 шығады. 90-нан 80-ді азайтқанда 10 шығады екен. Келесі қандай саннан 40-ты азайтқанда 50 шығады. 90-нан 90 азайту 40 тең 50. Нөмірі төртінші есеп. Тапсырманы орында. Вагонға әжесі, анасы мен немересі кірді. Олар 3 орынға қалай отыруы мүмкін? Әртүрлі нұсқаларды ұсын. Бірінші, әжесі, анасы, немересі. Екінші, әжесі, немересі, анасы. Үшінші, анасы, әжесі, немересі. Төртінші, анасы, немересі, әжесі. Бесінші, немересі, анасы, әжесі. Алтыншы, немересі, әжесі, анасы. Балалар, менде осындай нұсқалар шықты. Нөмірі 5-ші есеп. Саяхатшылар пойыздың терезесінен мынадай көріністерді көрді. Әр жағдайда сағат қандай уақытты көрсетуі мүмкін? Біріншісінде балалар 7:07:00-ді көрсетуі мүмкін. Келесінде 08:30-ды көрсетуі мүмкін. Келесінде 20:30-ды көрсетуі мүмкін. Келесінде 01:00-ді көрсетуі мүмкін.
Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.